Түсінем. Осы жазда қызын ұзатты. Өміріндегі үлкен арманын жүзеге асырды. Ерекше дайындалды. Ерекше толғаныста болды. Қызым еш уақытта еңсесі түсіп жүрмесін деп. Сол себепті мен қызына да өткен жолы айтып қалдым, сен әкеңнің ең үлкен арманы болдың. Сен соны біліп жүр, еш уақытта есіңнен шығарма. Ойлайтынбыз, болды енді, екі ұлды үйлендірді, қызды тұрмысқа берді, өзінің айтуы ғой. Енді осы екі баланы аман-есен жеткізсек екеуміз, енді бір 4-5 жылмен мықтылап жұмыс істесем, осы Сағадатты 18-інде үйлендірем деп Сағадатты көндіріп қойған ғой. Қазір 16-да ғой бала. 16-ға толады осы қаңтарда. Сағадат, сен 18-інде үйленесің десем, балам соған соншалықты сенгені, Еркебұлан ағаң сияқты бірінші курста үйленесің деп айтқан. Сонда соншалық сенгені балам қазірдің өзінде айтады, анашы мен ерте үйленеме деп. Балаға нағыз әкенің қорған болатын, үлкен өмірде қандай да бір мамандық таңдауда кеңес айтатын, үлкен өмірде жар таңдауда кеңес айтатын, үлкен өмірде қандай да бір қателік жасап, өзімен қатарластарымен төбелесіп қалғанда кеңес айтатын, бағыт-бағдар беретін сәт еді. Нағыз керек сәт еді деп ойлаймын. Я сондай өкініш бар жүрегімде, неге дәл осындай сәтте, бірақ тағы да салыстырмалы түрде шүкір ойбай тәуба ләйлә, Құдайдың жасағанына сен қалай қарсылық білдіресің деп өзімді тез жинаймын. Себебі Інгіл ағаң қолында бала қалған жоқ.